Абаса ва тавалла деген сүреге қарасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір риуаятында Убай ибн Халафпен отырды дейді. Убай ибн Халаф жаңағы Умайя ибн Халафтың бауыры. Умайя ибн Халаф жаңағы Билалдың қожайыны болған. Пайғамбарымыздың бетіне түкірген бір адамдардың бірі осы Убай ибн Халаф. Алайда пайғамбарымыз ақиқатты жеткізу жолында ешкімнің жамандығына жамандықпен қайтармайды. Білмей істеді, тағы тыңдар деп. Сөйтіп сондай бір жағдай болып қалады. Убай ибн Халаф екеуі отырып қалып, пайғамбарымыз оған Құранның аяттарымен түсіндіріп жатады. Жаңа айттық біз, пайғамбарымыздың жүрегі жаңа мынау жақ таза, кәдімгідей оның бүкіл ынтасымен беріліп бүйтіп уағыздап жатады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Анау да отырады бүйтіп. Тыңдап жатыр деп отыр ғой енді. Бірақ ол тыңдағысы келіп отқан жоқ негізі. Алла біледі оның тыңдағысы келмей отқан. Осындай нәрсе болып жатқан кезде Ибн Мактум келеді. Абдулла Ибн Мактум деген кісі. Ибн Мактум көзі көрмейді, зағип кісі. Ана жақта сахабалардан Құран туралы естіп, содан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам анау жерде отыр дегенге, жаңағы зағип кісіге жол көрсетіліп кеп, жүгіріп келе жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қарай. Жүрек деген соғып жатыр. Ақыретке деген иман, қорқыныш. Мен хақымды білейін, міндеттеріме танысайын. Білейін Раббымның алдында менің хақым қандай, міндетім қандай атқаратын деп сөйтіп жаңа келе жатқан кісі еді. Келіп қалған кезде мыналардың ауруы бар, жаңағылар. Анау егер келсе, тұрып кетіп қалады. Ол тұрып кетіп қалған кезде пайғамбарымызға ауыр тиеді ол. Ана сөзімді аяқтай алмай қалдым ау деп. Сол кезде солардың сондай нәрселер болғандықтан қоғамда ана арзандар кеп қалды ғой, біз кетейік дегендей нәрселер, сондай бір нәрселер болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Ибн Мактум келген кезде ыңғайсыз уақытта кеп қалдың ғой дегендей ішінен қабағы түйіліп қалады. Кәдімгі нәрсе де болады өмірде өзіңізде де мысалы ойыңыздағындай бірнеке айтылмай қалса, бір жерде мысалы алайын деп тұрған нәрсеңіздің бағасы қымбатты қабағыңыз бүйтіп кетуі мүмкін. Яғни кәдімгі өмірдегі жаңағы мимика ғой. Сол ыңғайсыз неде кеп қалдың ғой деп қабағы түйіліп, сосын мынау да кет қалмасын деп қайтадан осы жаққа қарай жалғастырып жатқан кезінде Алла Тағала мына Абаса деген сүренің бастапқы аяттарын түсіреді. Тыңдап көрейік. Аузубиллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Абаса ва тавалла. Пайғамбарымыздың да жүрегіне қатты тиіп кетпес үшін сен деп сөйлемейді, үшінші жақтан сөйлейді, басқа бір адамды айтып отқандай. Құран әдебі көрдіңіз ғой. Біреудің қатесін көрсететін кезде де пайғамбарымыз да сол әдепті алған кейін. Егер бір адамдар бірдеңкені бүлдірсе, жұмадан ана жерде тұрады да, пәлен істі істегендердің жағдайы қандай болар екен дейді. Сендер деп айтпайды. Жүрек ояу болса, сөз иесін тауып алады. Сол сияқты нәрсе Алла Тағала Абаса ва тавалла, қабағын түйіп теріс айналды ғой дейді. Оны қалай айтып отыр? Кімге тәрбие жасап отыр? Аллах Тағаланың елшісіне саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыз. Дінді қараңыз қандай нәрсе. Алланың тәрбиешінің қараңыз қандай нәрсе. Біз осындай нәрселерді білмегеннен кейін кейде өзіміздің бір белгілі бір амалдарымызбен жаңа бір алданып, Аллаға өзіңді өзің бүйтіп Алланы өз жағына албаған позицияда болып отыр қоғамда. Өз жағына албағансың кәдімгідей. Сен жақта сияқты да. Осындай тонкостарда Алланың кім екенін түсінбегендіктен болып отқан дерттер ғой ол. Өз амалына ғажаптанып, басқалармен, Алла басқалармен емес сияқты да. Ол да үлкен проблема, дерт. Не Ата-Алла не деп отыр? Қабағын түйді де сырт айналды ғой. Әнжа әхул ағма. Зағип кісі келіп қалған кезде оған оқиғаны сөйлеп отырлады. Алла Тағала куәгер, көріп тұр күллі нәрсені. Уама юдрика лағаллаху яззакка. Ей Мұхаммед, сен мына жақпен алаңдап жатсың қазір. Саған не білдірсін? Мына кісі тазару үшін кеп тұр ғой дейді. Мына кісі тазару үшін кеп тұрса ше дейді. Ау яззаккару фатанфаху зикра. Немесе сен қазір оған бір үгіт насихат айтып, сенің айтқан үгіт насихатың
оған сондай пайда беретін шығар, оның жүрегі өзгеретін шығар, қайдан білесің, мен әкеп тұрған шығарым дейді. Осы нәрсені түсіну керек бізде. Ал енді мына ақиқатты да, сені де Алланың қақсында пысқырмай отқан адамға келсек дейді. Истағна, пысқырмайды дейді, бұл мүлде керек қылмайды дейді оны. Ал сен дейді, оған қарай жаңағы ынтаңды салып уағыздап атсын дейді. Мен білем ғой дейді, оның босқа отырған. Егер де бұл Убай ибн Халаф немесе басқа кісі болса жаңағы, егер де бұл тазармаса, мен сені есеп алмаймын ғой дейді. Неге мынау тазармай қалды деп. Ал мынау үшін есеп алам дейді. Мына кісі үшін есеп алам дейді мен сенен. Көрсіз бе қандай нәрсе айтылып жатыр. Ал енді мынау саған қарай келген, ұмтылып өзі іздеп келген, Тәңірімнің сөзін айтшы маған, не деп жатыр Раббым деп, өзі қорқып тұр дейді. Сен оп-оңай одан алаңдай салдың дейді. Ақиқатты жеткізуге келген кезде кідіру деген нәрсе жоқ екен. Ақиқатты жеткізу деген нәрседе бөліп жару деген нәрсе жоқ екен. Сен тоқтай тұр, маған айтып олайын деген нәрсе жоқ ақиқатта. Сахих Муслимде келген бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осындай хұтпа сөйлеп тұрады. Халыққа әдеттегідей хұтпа айтып отқан кезде әсерін қараңыз кейінгі өмірінде. Мединада бұл оқиға. Мынау жақтан бір кісі келеді. Я Алланың елшісі, өтен жақтан келіп едім, дінімді үйренсем ба деп едім дейді. Кетіп қалады. Бізде қазір кетіп көрсін біреу бұлай. Стажварлар тоқтай тұрады. Анау кеп тұр, қазір өліп кетсе ше. Мына кісі де өліп қалса ше. Көрсіз бе қандай? Пайғамбарымыз хұтпадан шығып кетеді, астына орындықты алдырып, сонымен сөйлесті дейді. Дінінің негіздерін үйретіп, анасын үйретіп, мынаны үйретіп, сосын келіп хұтпаны жалғады дейді. Міне, адамның хақысы. Кешегі оразада, құрметті жамағат, оразада намаз оқымай жүрсе де, немесе жаңадан ұстағандардың сандары өте көп болды осы жылы. Оразаның күллі ауасын, ауа райын, солардың арқасында жеңіл болды. Алла тағала стажварларды емес, аналарды ескереді. Одан кейін Шәуәлда стажварларға көрсетті. Сендермен жағдай басқаша деп күнді қосты біраз. Сол нәрселерді қараңыз. Алла тағала жалғыз саған қарамайды. Сен стажым бұлай болып жүр екен деп ойламаңыз. Әрбір келіп атқан адам Алланы тағаланы сүю. Алла тағаланы сүю деген сөз әрбір мұсылманды сүйе алуында. Соны үйретіп отыр ғой. Тек қана үйреніп қалған адамыңды сүю емес, әрбір мұсылманды сүйе алу. Пайғамбарымыздың ең мықты сүннеті осы. Көптеген мұсылмандардың қолынан келмейтін. Тіпті рахымдылық туралы айтқан кезде айтады. Рахымды адам деп өзі танитын адамдарға рахымды болған адамды айтпаймын дейді. Танымайтын адамдарына да рахымды болған адамды айтамын дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан Аллаға жақындаудың амалдарын көріп отырсыз қандай. Міне, ал енді мынау саған қарай өзі келіп, ұмтылып, өзі қорқып тұрған кезде сен одан алаңдап қалдың. Ей пайғамбар, кәллә, бұлай болмайды ешқашан. Иннаха таскиро. Бұл Құран деген үгіт насихат қой, ескерту ғой бұл. Бұдан кешіктіруге болмайды. Бір той емес, біреу қалып қойып түрі келмей қапты деген. Бұл ескерту. Фәмән ша'a закаро. Кім қаласа еске алсын. Өліп жармаймыз. Отыра ма? Бірге отырсын. Жаңа бидалдармен Құранды тыңдаймын десе. Әйтпесе өзі білсін дейді. Сосын Құранның дәрежесін үш жерде көтеріп кетеді. Фи сухуфин мукаррама. Ол Құран деген, мынау саған түсіріп атқан нәрсеміз. Ол сондай Алла тағаланың қасындағы керемет, қасиетті парақтарда түсті ғой дейді. Жын шайтандар жақындай алмаған оған, періштелер саған солай алып кеп, жүрегіңе салынған. Сен абыройын қарасаш дейді бұл Құранның. Ол бөліп жармайды дейді. Сондықтан бұл не айтқысы келіп жатыр кейінгі ғұламаларға, кейінгі мұсылман. Құранды өзіңдікі қылма. Өзіңнің бір ойыңды дәлелдеу үшін ғана істетпе оны. Сен Құрандікі бол. Соны көрсетіп жатыр. Бұл Құран. Бұл жерде болмайды ғой. Анаған сөйлеп, наған бара тұрыңдар деп Құранды адамның ойына жаңағы құлатуға болмайды ғой. Құранға құлау керек адам. Дін де сол да. Дінді жығып беруге болмайды еш нәрсеге. Дінге жығылсын қаласа. Бұл Алланың діні. Енді өзіңнің ойдан шығарып алған нәрсе болса біреуде, ол өзі біледі. Бұл Алланыкын
үстем Алла, хаким, азиз Алланікі бұл. Ол жығылмайды ешқашан. Мұсылман жығылып қалуы мүмкін. Құраннан қолын жібере салса, Құран жығылмайды. Осы нәрсені білу керек адам.